Та әрпі тіл ұшының үстіңгі екі күрек тістің біткен жеріне тию арқылы шығады. Та жіңішке оқылады. Бұл әріптің жазылуы түрі үш түрлі түрде жазылады. Сөзінің басында, ортасында және аяғында. Яғни өйткені бұл та әрпі өзінен кейінгі әріпке қосылып жазылады. Сондықтан да үш түрі бар. Ал енді оқиық. Та әрпі жіңішке шығу керек. Та бұл жіңішке та әрпі. Мәт, тәм жазылуы бойынша бұл т, а, м, там. Бірақ біз бұны там деп оқымаймыз. Тәм. Себебі бұл т әрпіміз жіңішке та әрпі. Тәм, мит, тим, мут, тум. Келесі. Тамар дейміз. Тамар. Мәтәр. Тәриз. Зурти. Әмірти. Марарту. Келесі әріп бізде нун әрпі. Яғни н әрпін қалай шығарамыз? Н әрпі тілдің тіл ұшының үстіңгі екі күрек тістің етіне тию арқылы шығады. Көріп тұрғандарыңыз. Бұл әріптің де үш түрлі жазылу үлгісі бар. Яғни сөздің басында былай жазылады, сөздің ортасында жазылады, осылай, және сөздің соңында жазылады. Себебі нун әрпі өзінен кейінгі әріпке жалғанып жазылады. Сонымен на, ни, ну. Ән. Ин. Зин. Мін. Мин. Нәм. Н жерде а жазылғанмен бұл нам болып оқылмайды. Нәм жіңішке болып оқылады. Негізі араб тілінде әріптер жіңішке оқылады, тек қана жеті әріптен басқа. Оларға кейіннен тоқталамыз. Келесі сөз әнта. Сен деген мағына береді. Әнта. Нимта. Антум. Нимтум. Назиру. Назину. Амарна. Умирна дейміз. Умирна. Марарна. Мурирна. Марарту. Амрарна. Я. Яғни я әрпі бұл тілдің ортасының таңғайға жақындатылуы арқылы шығады. Я. Бұл әріп екі жағындағы әріптермен қосылып жазылады. Яғни бұл әріптің үш түрлі жазылады. Сөздің бастапқы түрінде былай жазылады, сөздің ортасында былай жазылады, және сөздің соңында осылай жазылады. Ал енді оқайық. Ай. Му. Ай, му. Зайту. Майту. Енді мұның үстінде тұр сүкін, ол м болып бітеді. Ол рам, ю. Яман. Марьям. Майзар. Майман. Айман. Амрайни. Зайтайни. Аймайни. Майтайни. Қарап отырыңдар, тағы бір топша, өйткені енді кішкене қиындап келе жатыр. Я, и, ю. Айму. Зайту. Майту. Рам, ю. Яман. Марьям. Майзар. Майман. Айман. Амрайни.
زيتين أيمين ميتين. осы мен 3-ші сабағымыз тамам. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар. Мағассалама.